Саламатсыздар ма? Бүгінгі пәніміздің аты ұйым экономикасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұйымның бизнес жоспары. Алдымен анықтамасына тоқталып кетеміз. Бизнес жоспар дегеніміз бұл кәсіпорынның алдына қойған экономикалық мақсаты мен оны жүзеге асыру жолдары, міндеттер мен әдіс-тәсілдері баяндалған құжат. Бизнес жасау үшін нарықтық орта жан-жақты зерттеледі. Бизнес жоспардың негізгі мақсаты берілген бизнестің негізін салу және нақты кезеңге нәтижелерді бағалау. Бизнес жоспардың міндеті бұл мақсатпен анықталған нәтиженің параметрлерін немесе сандық деректердің жиынтығымен сипатталатын бизнестің экономикалық орындылығын, техникалық мүмкіндігін, кәсіпкерлік ұсыныстың концепциясын дәлелдеу болып табылады. Бизнес жоспар келесі бөлімдерден тұрады. Біріншіден бизнес идея, екінші жеке мүмкіндіктер, үшінші клиент, төртінші бизнесті ұйымдастыру, бесінші тәуекелдер және соңғысы алтыншы ақша қозғалысы. Бизнес идея бұл істі алғаш бастайтын кәсіпкерге ең алдымен немен айналысатынын шешіп алу қажет. Яғни ол бизнес идея табуы тиіс. Бұл күрделі және жауапты саты болып табылады. Бизнестің қалай құрылатынын осыған байланысты болып келеді. Бұл жерде кәсіпкер өз білімі мен дағдыларын, жұмыс тәжірибесін, хоббиі мен қызығушылықтарын ескеруі тиіс. Жеке мүмкіндіктер бұл кәсіпкер жаңа бизнестің мүмкіндіктерін, өзінің мүмкіндіктерін және идеяны жүзеге асыруға керек өзге ресурстарды бағалауы тиіс. Кәсіпкер болашақ клиентінің кім болатынын жақсы білуі тиіс. Ол үшін кәсіпкер менің ықтимал клиенттерім кімдер, олар қайда орналасқан, менің клиенттерім нені бағалайды деген сынды сұрақтарға жауап беруі керек. Бизнесті ұйымдастыру. Бизнесті ұйымдастыру барысында кәсіпкер өз клиенттеріне өнімді, тауарды немесе қызметті шығару және оны сату үдерістері қалай, қашан ұйымдастырылатынын, оны қандай көлемде шығарылатынын ойластыруы тиіс. Тәуекелдер. Кәсіпкер бизнеспен бірге туындайтын инфляция, несиелер, клиенттердің ақы төлеуден бас тартуы, төтенше жағдайларға байланысты немесе серіктесіңіз тарапынан алданып қалу сынды барлық тәуекелдерді ескеруі тиіс. Бұл тәуекелдерге дайын болуға және туындаған жағдайда еңсере білуі үшін қажет. Ақша қозғалысы. Кәсіпкерге жаңа бизнестің кірісі мен шығысын, теңгерімін болжау сияқты қаржылық құжаттарды жасау қиынға түседі. Дегенмен ақшаның қозғалысын елестетіп көру қажет. Бизнес жоспар жасауда төмендегі сұрақтарға баса назар аударылған жөн. Ол сұрақтар мыналар. Сізге қанша құрал қажет, немесе қанша қаражат қажет? Сізге берілген ақша қалай жұмсалады? Сіз өз өніміңіз немесе қызметтеріңізді қай жерде және қалай сатпақшысыз? Өз инвесторларыңызға ақшаны қалай қайтармақшысыз? Бизнес жоспардың мынадай бөлімдер болу керек. Бизнестің жалпы қысқаша сипаттамасы, компания жөнінде ақпарат, істің қай салада жұмыс жасайтын жөнінде, өнім немесе қызмет көрсетудің түрлері, маркетинг, өндірістік іскерлік, басқару, инвестициялардың қажеттілігі және қаржы. Бизнес жоспар негізінен жоба қатысушыларының 3 санатына арналған. Олар бизнес жоспар құрушылар болып табылатын менеджерлер, бизнес жоспар құруға мүдделі иелер және несие берушілер. Бизнес жоспардың қоғамдағы рөлі. Қазіргі экономикада кәсіпкерлікті ұйымдастырудың негізгі элементі осы бизнес жоспар. Оның арқасында әлеуетті инвестор өз инвестицияларының болашағын бағалай алады
және инвестициялау туралы шешім қабылдай алады. Қазіргі әлемде көптеген идеялар бар. Мүмкін миллиондар мен миллиардтар туралы ешкім келіспейді. Бұл бастаушы және тәжірибелі кәсіпкерге бизнес жоспары құруға итермелейтін басты факт болады. Бизнес жоспардың қоғамдағы орны Қазақстан үшін шағын бизнестің қалыптасуы жоғары дамыған қоғамға, жоғары дамыған экономикаға өтетін көпір болу қажет. Қиыншылықтар мен сәтсіздіктерге қарамастан, шағын және орта бизнес даму үстінде экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-технологиялық мәселелерді шеше отырып қарқын алуда. Қазақстан енді ғана бизнес жоспарды қарастыруда, тәжірибе жинауда. Көбінесе қызығушылықты мекемелер мен ұйымдардың жеке формалары танытуда. Бизнес жоспар қазақстандық кәсіпкерлікті стратегиялық жоспарлау құралы ретінде кірді. Сондай-ақ инвесторлармен, кредиторлармен және мемлекеттік басқару органдарымен келіссөздерді жүргізу үшін қажетті құжат болып табылады. Сыртқы мақсаты. Бизнес жоспар құрудың сыртқы мақсаты сыртқы көздерден қаржыландыру тарту. Сыртқы ұзақ мерзімді қаржыландырудың екі нысаны бар. Үлестік қаржыландыру инвесторлардың кәсіпорынның жарғылық капиталына салым ретінде ақшалай қаражатты немесе басқа мүлікті ұсыну. Сабағымыз аяқталды, сау болыңыз.